Түбіне жеткен тесік. Эдгар Кайлайт, Израиль. Бернадот көлеңкелі көшесіндегі қабырғада бір тесік бар болатын. Біреу Удиға, егер қабырғадағы сол тесікке қарап тұрып айғайлап, тілек тілесең, тілегің орындалады дейді. Уди сенер-сенбесін білмейді. Бір күні кеште жалғызсыраған Уди әлгі қабырғадағы тесікке қарап, періштемен дос болғым келеді деп айғай салады. Расында бір періште пайда бола кетеді. Алайда әр жолы Уди оған зәру болған кезде періште зым-зия жоғалады. Періште үнемі жауырынын күжірейтіп, сулық киім киіп, қанатын жұрт көзінен жасырып жүреді. Қасында адам жоқ кезде ол сулығын шешіп тастайды. Бір жолы Уди тіпті оның қауырсындарын сипап көреді. Балалар оның сулығының ішінде не бар екенін сұрағанда, ол өзгелерден сұрап алған кітап екенін, су болып қалмасын деп арқасына тығып алғанын айтады. Кітап деген өтірік еді, оның қанаты да жалған болатын. Демек періште де жалған болғаны. Тек Уди ғана оның нағыз періште екеніне риясыз сенетін. Ендігіде ол Удиға жәннат туралы әңгімелер айтатын. Ол бір жағынан әңгіме айтып, бір жағынан осының бәрі рас деп Тәңір атынан ант ішетін. Уди оны шынайы жақсы көруші еді. Әуелі оған қарызға да ақша берген. Бірақ періште оған тегіннен көмектеспейтін, тек қана оған кісіні баурап алатын әңгімелер айта беретін. Әскери машық кезінде Уди әлдекімнің қасында болып сырласуына мұқтаж болды. Бірақ періште тосаттан жоғалып кетті. Періште қайтып келгенде айыр сақал қойып келіпті. Неге бұлай істегенімді сұрама дегендей ыңғыл танытты. Сонымен Уди ештеңені сұраған жоқ. Сенбі күні екеуі ғимараттың төбесіне шығып алып күнге қақталды. Уди зеңгір көкке, үйлердің төбесіне тесіле қарады. Бірге жүрген ұзақ жылдан бері періштенің ұшқанын көрмегені тосаттан есіне келді. Сен неге көкке шығып ұшпайсың, деді Уди. Сонда желпініп қалар едің ғой. Болды қойшы, жұрт көріп қояды, деді періште. Бір рет ұшшы, азырақ ұшсаң болды. Мен үшін болса да ұшып көрсетші, деді Уди. Бірақ періште елемей қояды. Білемін, дейді Уди оны келекелеп. Сен мүлде ұша алмайсың. Ұша алатындығымда дау жоқ, дейді періште ашуланғансып. Тек қана елдің көзіне түсуді қаламаймын. Көшенің қарсысындағы ғимараттың төбесінде ойнап жүрген бір топ бала су толтырылған дорбаны көшеге лақтырып жіберді. Сен білесің ғой, дейді Уди күлімсіреп. Кішкене кезімде сенімен танысудан ілгері мен осы арада отырып, көшеден өткендерге су толтырылған дорба лақтыратынмын. Мен жолдың екі жағалауындағы қалтқының дәл ортасына дорба лақтырушы едім деп, Уди рашеткаға асылып төменге қарап, мәліш бұйымдар дүкені мен аяқ киім дүкенінің аралығындағы алаңқыны нұсқады. Адамдар жоғары қарағанда тек қалтқыны ғана көріп, үстіндегі дорба лақтырған адамның кім екенін көре алмаушы еді. Періште де Уди сияқты рашеткаға асылып төменге көз жіберді. Уди оның ту сыртынан келіп, ақырын итеріп жіберді. Періште 5-ші қабаттың төбесінен төменге қарай зақпының тасындай зымырады. Уди аңырып тұрды да қалды. Оның періштесі жаяулар жолына барып түсті. Екі жалған қанаты сынып, екі жаққа ұшып кетіпті. Тудыраған қауырсындар бұрқырап ұшып жатыр. Уди жүгірген беті ғимараттан түсіп, соңғы демде жатқан періштені бас салды. Періште қинала күлімсірей тілғатты. Өзің де көріп отырсың, қанаттарым жалған екенін. Мен әлгі қабырғаның арт жағында жататын бір қаңғыбас болатынмын. Мен де досқа зәру едім. Сенің періштемен дос болғым келеді деп айғайлағаныңды естіп, періште боп жасанып, сенімен дос болдым. Енді міне, достығымыз үзілгелі тұр деп, періште көзін жұмды. Бір талай уақыттан кейін барып, Уди өзінің көлгісір жылап отырғанын білді. Жалғызсыраған ол бірден бір досынан айырылып қалды. Қазір оның досы шынымен де періштеге айналған болуы керек.